Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге артикуляциялық жаттығулар, оның ішінде жаққа арналған жаттығуларға тоқталатын боламын. Алдыңғы видеоларда мен сіздерге тіл және ерінге арналған жаттығулар жайлы айтқан болатынмын. Бұл видеода біз сіздермен жаққа арналған жаттығуларға тоқталамыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, достар, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерге өте пайдалы видеолар шығатын болады. Олай болса, жаққа арналған ең алғашқы жаттығуға келіп тоқтайық. Ең алғашқы жаттығу бізде жақты ашып жабумен ғана аяқталады. Яғни жай ғана сіз жағыңызды барынша қатты ашып 2-3 секунд ұстап тұрасыз да, одан кейін ақырын баяу ғана жақты жабасыздар. Және осылай сіздер 10 рет жасасаңыздар жеткілікті. Достар, міне осылай баяу ғана жақты ұстап тұрасыздар да 3 секунд бойы ашық күйінде, одан кейін баяу жақты жабатын боласыздар. Бұл жаттығуды тез жасауға болмайды, ақырын ғана жасайсыздар, өйткені сіздердің мына жақта жақ бұлшықеттеріңіз созылғандықтан оларды ақырын ғана қалпына келтіру керек. Және де күнделікті 10 рет жасасаңыздар жеткілікті болып табылады. Достар, келесі жаттығуда бізде жаққа арналған. Ол жаттығуда біз жақтың төменгі жағын, яғни біз төменге қарай түсіреміз, және де бірнеше секунд, 2-3 секунд ұстап тұрып, қайтадан оны жоғары көтеретін боламыз. Және де оған барынша күш салмай, ақырын ғана бұл жаттығуды жасау қажет болады. Ауызды ашқан кезде ең алдымен біз астыңғы жағымызды түсіреміз, және баяу 2-3 секунд ұстап тұрып, қайта орнына келтіреміз. Достар, міне осылай сіздер 10 рет жасасаңыздар жеткілікті. Бұл жаттығуды да ақырын ғана жасауды ұмытпаңыздар. Келесі жаттығу бізде жақты оңға және солға жылжыту. Бұл жаттығуды сіздер ерінді жауған күйінде, яғни ерініңізді түтікше етіп жасасаңыздар болады, немесе аузыңызды кішкене ғана ашып қойып, оңға солға жалпы жақты қисайтасыздар. Олай болса, бірге жасап көрейік. Қазір біз сіздермен ең алдымен ерінді жапқан күйінде жасап көреміз. Қане бірге қайталаңыздар. Міне осылай достар, бұл жаттығуды 10 рет жасайсыздар. Қазір біз сіздермен ауызды ашқан күйінде қалай жасау керек, соны көрсетіп беремін. Достар, міне осылай жасайсыздар. Жалпы бұл жаққа арналған жаттығуларда сіздер барынша асықпай жасауларыңыз керек, және де айнаға қарап жасасаңыздар, бұл жаттығуды дұрыс жасап жатсыз ба, дұрыс жасап жатқан жоқсыз ба, соны байқайтын боласыздар. Достар, осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда мен сіздермен тағы да жаққа арналған жаттығулармен бөлісетін боламын. Міндетті түрде келесі видеоларға да кіріп көріп, лайк басуды және де онда айтылған кеңестерді жасап көруді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.